Сәлем. Мен саған айтатын оқиға кәдімгі оқиға емес. Менің кішкентай кезімде сенсорный телефондар, жалпы телефондар болмады, ал кнопкалы телефондар бағалы зат болып есептелді. Сосын түрлі түсті, үлкен аппараттар шыға бастады. Сол кезде мен ең заманауи телефон алуды армандайтынмын. Маған 16 болғанда, ата-анам маған iPhone сыйлады. Мен оған ғашық болып қалдым. ВК, Фейсбукта отыру, сабақтың үстінде видео көріп отыру, мұғалімдердің айтқанын тыңдамауды бастадым. Жаңа телефоным мені көп қуантпады. Мен қолымды жуып жатып, телефонымды қоя тұрдым. Ал сосын құрбыммен сөйлесіп тұрып кетіп қалдым. Сосын менің телефоным жоғалған болып шықты. Қалта, мектеп бөлмесі, сумка, бәрін қарадым. Сосын қайта қайтып келген кезде менің телефонды ваннаға қойып кеткен есіме түсті. Жүгіріп бардым. Ал оны біреу ұрлап кеткен болып шықты. Одан бері мен өстім, ата-анамнан көшіп кеттім, жұмыс таптым. Ал оны біреу ұрлап кеткен болып шықты. Одан бері мен өстім, ата-анамнан көшіп кеттім, жұмыс таптым. Енді мен iPhone-ның жаңа түрлерін шыға салысымен аламын. Соны алу үшін бірнеше айлар бойы ақша жинаймын. Ал ескі модельді ақша жету үшін сатып жіберем. Бірақ сосын жағдай қайталанды. Мен iPhone-ымды магазинде ұрлап алды. Дүкеннен шығып, машинада отырғанда мен iPhone-ның жоғалғанын ұқтым. Менің көңілім қатты түсті. Ал осы айда iPhone-ның керемет қайталанбас жаңа модель шығатын болу керек еді. Ал бұрынғы iPhone-ды жоғалған соң, оны сата алмадым. Сондықтан мен машинамды не де болса сатуға бел будым. Оның орнына арзан көлік алып, қалған ақшаға көптен күткен телефонды алдым. Сосын бұған ата-анамның қатты түсінбеушілігі танытылды. Олар менің қалай машинамды сатып iPhone алғанымды ұқпады. Бірақ мен не де болса өзім не істеу керек екенін білемін деп ойлаймын. Достар, егер сіздерге видеоны арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп рахмет.